Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары? 3-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасының бірінші нұсқасы, қажет болса каналымда екінші нұсқасы және физика, геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар, каналға өтіп қарасаңдар болады. Бірінші тапсырма: сол және оң бағандар арасындағы сәйкестікті орнатыңыз. 200 қатты радианға айналдырамыз. Ол үшін 180-нен пиге көбейтеміз. 180 мен 240-ты екеуінде 60 деген санға бөлсек болады. Мұнда 3 болады, мұнда 4 болады. Сонда 3-тен 4 пи болады. Ал енді келесі радианды градусқа айналдырамыз. Мұндағы пи мен пи қысқарады. Мұндағы 9 мен 180 екеуі де 9 деген санға бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 20 болады. Сонда 48-ді көбейтеміз 20 градусқа, 960 градус болады. Сонда оқушылар 1D болады. Мінекі мұнда 240 пен D-ны сәйкестендіреміз, ал мұнда 2 мен V-ны сәйкестендіреміз. Келесі оқушылар екінші тапсырмада өрнекті ықшамдаңыз. Оқушылар тангенс тегіміз синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Келесі өрнекті сойды жазып аламыз. Енді ортақ бөлімі келтіреміз. Ортақ бөлімі косинус альфа көбейтілген бір қосылған синус альфа болады. Мұнда толықтауыш көбейткіші бір қосылған синус альфа. Ал мұнда толықтауыш көбейткіші косинус альфа болады. Енді көбейтетін болсақ, бірге көбейтеміз синус альфаны өзі шығады. Екеуін көбейтсек синус квадрат альфа болады. Мұнда қосамыз косинус квадрат альфаны. Бөлшектің бөлімін сойғы жазамыз. Косинус альфа бір қосылған синус альфа. Ал алымыз синус альфа болады. Синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы 1 болады. Сонда оқушылар мына бөлшекті, мына өрнекпен толықтай қысқартамыз. Сонда 1 бөлінген косинус альфа болады. Келесі оқушылар 3-ші тапсырма. Бұрышты анықтайтын радиус бір шеңбер нүктесіне өтеді, яғни мұндағы Б нүктесі арқылы өтеді. Синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа мәнін жазыңыз. Синус альфа оқушылар мұндағы y-ті білдіреді, яғни синус альфа 2-ден 1-ге тең, ал косинус альфа x-тің мәнін білдіреді, яғни минус 2-ден төбір асты 3 болады. Ал тангенсті табу үшін синусты косинусқа бөлеміз. Яғни 2-ден 1-ді бөлеміз минус 2-ден төбір асты 3-ке. Бірінші бөлшекті сойғы жазып аламыз. Көбейту деп алып, мына бөлшектің алым мен бөлімінің орнын алмастырамыз. Мұндағы 2 мен 2 қысқарады. Сонда минус төбір асты 3-тен 1 болады. Бөлшектің бөліміне де алымына да төбір асты 3 көбейтетін болсақ, сонда минус 3-тен төбір асты 3 болады. Келесі оқушылар 4-ші тапсырмада өрнекті ықшамдаңыз. Ең алдымен жақшанышын орындап аламыз. Ортақ бөлімі келтіреміз. Ортақ бөлімі бір қосылған синус альфа және бір азайтылған синус альфа болады. Мұнда толықтауыш көбейткіші 1 минус синус альфа болады. Ал мұнда бір қосылған синус альфа. Енді көбейтетін болсақ, бірге көбейтеміз косинус альфаның өзі шығады. Минус синус альфа
косинус альфа болады. Мұнда қосылған косинус альфа болады. Қосу синус альфа косинус альфа болады да. Көбейтеміз синус 2 альфаны. Ал енді оқушылар, мұндағы мына өрнекпен мына өрнек толықтай қысқарады. Сонда бізде қалады 2 косинус альфа көбейтілген синус 2 альфа. Ал бөлшектің бөлімінде а плюс б көбейтілген а минус б болып тұр екен. Яғни біз оны а квадрат минус б квадрат деген формулаға салатын болсақ, 1 минус синус квадрат альфа болады. Мынаны формулаға салатын болсақ, 1 минус синус квадрат альфа бізде косинус квадрат альфаны береді. 2 косинус альфаны өзін жазамыз да, мұндағы синус 2 альфа қосып бұрыштың формуласын салатын болсақ, 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа болады. Косинус альфа мен косинус альфа косинус квадрат альфаны береді. Мұндағы мынамен қысқарады. Сонда 4 синус квадрат альфа болады. Оқушылар, мұнда 4 синус альфа, яғни мұнда квадрат жоқ, мұнда да квадрат жоқ. Келесі 5-ші тапсырмада өрнекті ықшамдаңыз. Оқушылар, тангенс пи минус альфа минус тангенс альфаны береді. Ал косинус пи қосылған альфа минус косинус альфа береді. Көбейтеміз. Мына өрнекте бізде минус косинус альфа шығады. Ал бөлімінен тангенс альфа шығады. Сонда тангенс альфа мен тангенс альфа қысқарады, косинус альфа мен косинус қысқарады. Мұнда минус, 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 3 минус бар екен, сонда минус 1 болады. Оқушылар, егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Каналға жазылыңдар, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.